Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Менің каналымда әдеттегідей жаңа рецепт. Бүгін сіздермен осындай картоптың өте оңай, тез дайын болатын, ешқандай жұмысы көп емес, осындай тез арада және өте тойымды картопты осындай шұжықпен және ірімшікпен дайындау жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Менің рецептерім ұнап жатса каналыма тіркеліңіздер достар. Ол өте маған жақсы көңіл күй сыйлайды, жаңа рецепттер шығуына өте ықпалын береді. Сондықтан да тіркеліп пікір жазып қойыңыздар. Осындай ең үлкен картоптарымызды алып, осылай барлығын осылай турап шығамыз, яғни соңына дейін кесіліп кетпеу үшін осылай шпажканы өткізіп алып, осылай турап алсақ болады картоптарымызды. Яғни бұлар надрезы дейді ғой, кесіп шығамыз. Арасына шұжық пен ірімшікті орналастыру үшін осылай барлығын ыңғайластырып кесіп аламыз. Менде енді қолда бар картоптар осындай болды. Негізінде бұдан да үлкен картоп пайдаланғанда жөн болатын еді негізінде. Енді осындай картоптарымызды арасын кескен бөліктерімізді жақсылап сұйық май болса да, оливки майы болса да болады. Барлығын осылай барынша молынан майлап шығатын боламыз да. Содан кейін қажетімізге қарай өзіміз қара бұрыш, қызыл бұрыш болама, паприка болама, қандай дәмдеуіш бар, соларды пайдаланып сеуіп шықсаңыздар болады. Менде енді бұл жерде қара бұрыш, тұз және кептірілген петрушка мен кептірілген укропты сеуіп алдым. Бұл жерде де онда да менің балапандарым бұндай укроп, петрушкаларды ұнатпайтын болғандықтан тек қана қажетіне қарай сеуіп шықтым. Енді дайын болған картоптарымызды 1 сағатқа жалынды пеште пісіріп аламыз. Одан кейін пісіріп алғаннан кейін дайын болған картоптарымыздың арасына осылай шұжықтарымыз бен ірімшіктерімізді барлығын рет-ретімен орналастырып шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай жақсылап орналастырамыз. Енді оның үстінен сіз кетчупты сеуіп жағып шықсаңыз болады, немесе томатный паста жағып шықсаңыздар болады. Яғни ол бізге одан да бетер керемет дәм беру үшін осылай жағып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп жағып шығатын боламыз да, тағы да жалынды пеште бір 10-15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді қажетімізге қарай үстінен ірімшік сепсек те болады. Менде де әдеттегідей өзім ірімшікті қатты ұнататын болғандықтан тек қана өзім жейтін картоптың үстіне сеуіп шықтым. Міне енді менде осындай дайын болды. Бұны керемет түскі асқа берсеңіздер де болады, немесе кешке жесеңіздер де болады. Өте тойымды, өте дәмді болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.